Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 9-шы сабағын бастаймыз. Ең алдымен лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Бүгінгі тақырып 5 саны және цифры. 5 санының құрамы. Бірінші есеп. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда. Балалар, астында бізде 5 карандаш тұр. 3-еуі сары, 2-еуі күлгін және 2-еуін сызып тастаған. Демек 5 азайту 2 деген есепке сәйкес келеді. Келесі сурет. Бізде 4 өшіргіш, күлгін өшіргіш және 1 жасыл өшіргіш тұр. Біреуін сызып тастаған. Демек, балалар, 5 азайту 1 деген есепке сәйкес келеді. Келесі. Балалар, мына жерде қараңдаршы, 1 сары қалам тұр. Қалғандары балалар 4 көк қалам тұр. Демек 1 қосу 4 барлығы 5 деген есепке сәйкес келеді. Келесі балалар 2 қызыл карандаш тұр және 3 жасыл карандаш тұр. 2 қосу 3 деген есепке сәйкес келеді. Балалар, егер тапсырма түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Екінші есеп. 5 санының құрамын айт есепте. Балалар, 5 санның құрамын бірге айтайықшы. 4 және 1 деген сандардан тұрады. 3 және 2. 2 және 3, 1 және 4 деген сандардан тұрады. Балалар, бұл жерде қандай сандарды қоссаң да, мысалы 4-ке 1-ді қоссаң да, 3-ке 2-ні, немесе 2-ге 3-ті, 1-ге 4-ті қоссаң да 5 шығады екен. Келесі, балалар, есепті бірге шығарайық. 4 қосу 1 тең 5. 1 қосу 4 тең 5. 5 азайту 4 тең 1. 5 азайту 1 тең 4. Келесі есеп. 2 қосу 3 тең 5. 3 қосу 2 тең 5. 5 азайту 2 тең 3. 5 азайту 3 тең 2. Балалар, есіңде сақта деп тұр. Тағы да 5-тің құрамын былай жазуға болады екен. Қараңдаршы. 1 және 4, 2 және 3, 3 және 2, 4 және 1. Бұлардың барлығының қосындысы 5 шығады. 5-тің құрамын балалар жақсылап естеріңде сақтап алыңдар. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Келесі есеп. Балалардың қалай есептегенін айт. Үшінші есепте балалар қараңдаршы, 2 қосу 3 деп тұр. 3 деген санды 1 қосу 1 қосу 1 деп бөлуге болады. Және 1 қосу 2 деп бөлуге болады. Бұл 3-тің құрамы, балалар, азайтқан кезде де 5 азайту 3 дегенді балалар 5 азайту 1 азайту 1 азайту 1 деп 3 рет алған кезде сол жауабы шығады. Немесе 5 азайту 2 азайту 1 деп те шығаруға болады екен, балалар. Немесе балалар 1 қосу 4, 4 деген санды 2 және 2 деп алуға болатынын алдыңғы сабақта үйренгенбіз. Демек 1 қосу 2 қосу 2 деп шығаруға болады, балалар. 5 азайту 4. 4-тің құрамы 2 және 2 білесіңдер. 5 азайту 2 және азайту 2 деп шығаруға болады екен, балалар. Сабағымыз түсінікті болса, 4-ші есепке көшейік. 4-ші есеп. Есепте 4 қосу 1 тең 5, 3 қосу 2 тең 5, 5 азайту 1 тең 4, 5 азайту 3 тең 2. 5-ші есеп. Жапырақтарға 1-ден 5-ке дейінгі сандарды жаз. Достарымен бірге сан жазылған бір жапырақтан ал. Қатарға реті бойынша тұрыңдар. Балалар, өздерің қолдан жапырақ жасап көріңдер. Жарайды ма? 1-ден 5-ке дейін рет-ретімен санап берейін. 1, 2, 3, 4, 5. Сабағымыз түсінікті болса, балалар, осымен аяқталды. Сау болыңдар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар.